Қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын нан жасаймыз. Ол үшін бізге су, сүт, міндетті түрде жылы болу керек, сары май, қалауларыңыз бойынша. Мына жерде бір кесе су, бір кесе сүт бар. 2 нан шығады. Енді бұған тұзымызды саламыз. Дрожжімізді салып, 1 шай қасық дрожж жетеді. Енді ұнымызды салып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырды мен 1 сағатқа жылы жерге қойып ашытып алдым. Енді тапамызды майлап, пешімізді қосып қойдым. Осылай нан жасаймыз. Пешке саламыз. 250 градусқа. Осылай әдемі нан шығады.